бақыт, қуаныш және ләззат сезімдері асқан сұлу, ең әсем және аса көркем дүниелерді қолмен ұстағандай, айқын және кемел дүниелер ретінде танып білу арқылы ғана пайда болып, толық болмысқа ие болады. Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Музыканың негізгі міндеті адамның эстетикалық қажетін өтеу. Ғаламда әр адамның өз орны бар. Даналар талай нысан тапқанымен, тапқан жоқ тектің тегін әлі бірі. Егер бізде қайта туу нәсіп болса, мен екінші ретте сығанақта дүниеге келуді қалаған болар едім. Ұстаздың мінез құлық нормасы мынадай болуға тиіс. Ол тым қатал да болмауы керек, тым ырыққа да жығыла бермеуі керек. Өйткені аса қаталдық шәкіртті өзіне қарсы қояды, ал тым ырыққа көне беру қадірін кетіреді. Берген білімі мен ғылымына шәкірті селқос қарайтын болады. Ақыл-парасат адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнердің қыр-сырын ұғуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың ара жігін ашуына көмектесетін күш. Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл ойы айқын, ерік жігері зор, тілек мақсаты ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге талап жолында болуы шарт. Жай ләззат іздеу, кәсіп құмарлыққа ұқсас әрекет онда болмасқа керек. Тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. Құрметті достар, видео ұнаса, пікір қалдырып, каналға тіркеліңіздер және достарыңызбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Каналға өтіп, басқа да нақыл сөздерді тыңдай аласыздар.